Ноғай халк ертеңісі. Обырғыстың маңқа болуы. Бұрын заманда өтірік сөздің өркені жоқ, өксіз қыздың төркіні жоқ заманда, таныған жерде бас сыйлы, танымаған жерде тон сыйлы болған заманда, айдап білмеген ат өлтірген, сөйлеп білмеген сөз келтіргенде, януарды құрт құмырсқады жиып, шайтанды айуанға теңлейік, бірге татым яшайық, дейді орманның патшасы Арслан. Жиылғаннар шау-шу етселер де, егерлі қарсы сөзлерін айтпайдылар. Тек обырғыз қызының құлағына бір зат сыбырдайды. Ол обырғыстың баласы жиылғанлардың алдына шығып: сағынғаннан ат еткенде, майдан от еткенде, шайтан айуанға теңгілер, дейді. Сол күннен бері шайтан сағыннан ат ете алмай, майдан от ете алмай, айуанлардан ясырынған. Қарағұс баласын обырғыстың қызына үйлендірейік болады. Құда болайық, дейді мерт Қарағұс. януардың бармағы да қызымға тиісілі ту, дейді өктемсіп обырғыз. баламды кеше күндіз кірпік қақпай қарағамын. Қарағұстың қабақ қасына қан жауады. Обырғыз қызын Қарағұстан күн батар бетке ясырады. Ясырған жерін Қарағұсқа кірпі білдіреді. Қарағұс баласын обырғыстың қызымен ырастырады. Хилы заман кетеді, яслар бір-біріне авас боладылар. Обырғыз қызының Қарағұс ұлыман ашықлығын сезгенде, ярық күні қараңа болады. Ойламай сөйлеген, ауырмай өлер деген сосы екен деп, янып күйіп, өзінің бұрнын кеседі. Соннан бері обырғызға біздің халықта маңқа құс деп айтадылар.